Қызылорда-Шымкент ақылы тас жолындағы аптап ыстықтан бетон плиталары көтерілді. Армысыз ағайын, арнаға жазылып, қоңырауды баса кетіңіз. Оқиға Түркістан облысында 8 маусым күні түстен кейін болған. Жүргізушілер Төрткөл ауылының маңында жолдың асфальт-бетонды жабыны жарылып, шағын трамплин құрғанын байқады. Осыдан кейін жеңіл және ауыр жүк көліктері жолды арықпен айналып өтті. Оқиға болған күні өңірде жоғары ауа температурасы байқалды. Термометрлер плюс 45 градусқа дейін ыстық көрсетті. Сағат 17:00 шамасында жолдың оң жүріс бөлігінің цемент-бетон плитасы көтерілді. Қазіргі уақытта Шымкент жол құрылыс мердігерлік ұйымымен уақытша қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Қиыршықтас құм қоспасы толтырылып, асфальт-бетон жабыны төселді. Жұмысқа 10 адам және 5 бірлік техника жұмылдырылды. Олардың ішінде 3 самосвал тиегіш және гидромолот бар деді ұлттық компаниядан. Сондай-ақ оқиға аймағында ескерту жол белгілері орнатылды. Максималды жылдамдықты шектеу және жолдың тарылуы оқиға орнына Түркістан облысының патрульдік көліктері қойылды.